Ассалаумағалейкум достар. Біз Казан автокөлік базарына келіп тұрмыз. Қазір Казандағы автокөліктерді сіздермен бірге тамашалайтын боламыз. Бұл базарда автокөліктер онша көп емес екен. Бүгін 5-ші күнге тура келіп қалдық. Қазір Chevrolet автокөлігін көрсетейін сіздерге. 2013 жылға бір хозяйны бар дейді. 750 мың рубль. $750 мың рубльді 5-те 72-ден болып тұр қазір курс. Соған көбейтсеңіздер осы машинаның бағасы шығады. Мынау 298 мың дейді. 2015 жылға автомат 1.4 16 клапан объем. ВАЗ-2105 автокөлігі 2011 жылға 1.5 механикалық қорап, 67 мың километр жүрген, 135 мың рубль. Не деген қымбатшылық. Простой дискі қалпақтарымен тұр. Мына жерінде шпаклепкасы біртүрлі болып тұр. Арты да сондай. Приора автокөлігін көрейік. Бағасы 160 мың. 2007 жылға. Бұл жерде автокөліктер қымбат екен. Міне семерка автокөлігі. Семерка деген 2107 ВАЗ. 87 мың рубль. 2007 жылға автокөлік. Сыртында басталып келе жатқан мынандай шіріктері бар. Бұны қатты темірмен қырсаң асты шіріп атады. Hyundai Accent автокөлігі. Accent титановый дискі. Бұл Elantra екен. Elantra 2008 жылға 287 мың. Келісімді деп жазып қойыпты. Но Nexia автокөлігін көрейік. Nexia автокөлігін. Капоты бар ма, жоқ па, бізге белгісіз, қардың асты. Біреу сүртіп кетіпті. 2007 жылға 1.6 65 мың дейді. 65 мың. Сыртын бірі көрейін. Пароктарын андай қапталған. Демек, астында шірік болуы мүмкін бұның. Покрышкілері лысый. Шпаклепкамен істеген жерлердің бәрі шығып жатыр. Қой құрсын. Достар, біздің кішігірім Казандағы автокөлік базарына жолымыз осымен тамам. Біздің баға каналына тіркеліп
лайк басып қойыңыздар, және қоңыраушаны белгілеп қоңыраушаны басып қойсаңыздар, біздің апта сайынғы, және де біз қазір Құдай қаласа әр қалаға барып шоу жасаймыз. Соны көріп отырасыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Жақсы, келесі кездескенше.